Ассаламағалейкум достар, мен бүгін сіздерге Бұқар хандығы жайлы айтам, сонымен кеттік. Орталық Азиядағы Шайбан хан негізі салған мемлекет 16 ғасырдың басындағы мен 1920 жылға дейін өмір сүрді. 16 ғасырдың екінші жартысында хандықтың астанасы Самарқаннан Бұқара қаласына көшірілді. Бұқар хандығы деген ат осыған байланысты шыққан. Хандықтың алғашында Шайбан әулеті 16 ғасырдың басында 1598 жылға дейін, кейін Аштрахан әулеті 1599-дан 1740 жылға дейін және Маңғыт әулеті 1755 және 1920 жылға дейін билік жүргізді. Шайбан әулеті билік еткен тұста орталық Азияда саяси жағдай байланысты Бұқар хандығы жер көлемі жиі өзгеріп тұрды. 1506 және 1510 жылдарда қазақ хандығына қарсы ұйымдастырылған төрт жорығының соңғысы Шайбан әскері Қасым ханның ойсырай жеңілді. Абдулла екіншінің тұсында Бұқар хандығы саяси жағынан күшейіп, аумағы айтарлықтай кеңейді. Ресеймен сауда және дипломатиялық қатынасты орнатылды. Бұқар хандығы Иранмен арадағы толассыз күрестерде қазақтардың көмегіне сүйенді. Қазақ хандығының билеушілері мұндай жәрдемнен тиісті дәрежеге бағалап, қазақ ханы Шығай-хот-Дүжит қаласын оның баласы Тәуекел сұлтанға Забержан мен Адыркент өлкесін біраз бөлігін сыйға тартты. Бұқар хандығы мен қазақ хандығы арасындағы мұндай қатынас ұзаққа созылмады. Тәуекел хан тұсында 1583 жылдан бастап Бұқар хандығына қарсы күрес басталды. Соның нәтижесінде 1588 жыл Ташкент хандығының қарамағына көшті. Ташкент хандығының қарамағына көшті. 1599 жылы қазақ және Бұқар хандығының арасында жасалған шартты сәйкес Ташкент қоса Түркімен аумағы да қазақ хандығының құрамына көшті. Абдулла ханның мирасқоры Абдул-әл-Мұхаммун билік тұсында топтың қолына қаза тапқан соң Бұқар хандығы саяси жағынан әлсірей түсті. Осы тұста Хорезмшах Бұқар хандығына бөлініп шықты. Шайбан әулеті тұсында хандық мәдени жағынан едәуір өркендей түсіп, қала құрылысы қарқынды жүргізіліп, бірқатар мешіттер, медреселер салынды. Абдулла ханның тұсында хан сарайында 250-ге жуық адам ғылыми әдебиеттен шұғылданды. Аштрахан әулетінің билігі кезінде Бұқар хандығы басқару жүйесі күрделене түсті. Мемлекетті басқару жүйесінің негізін аталық Диуани бек, Першеви, Датқа секілді лауазым иелері құрды. Сот білім беру жүйесі дін иелерінің қолына болды. Астрахандықтар мен Иранмен ұзақ уақыт соғыста қазақтың жәрдемі алған Иманқұл хан Иманкул 1611 және 1642 жылы ақыры ирандықтарға ойсырата соққы берді. Жеңіске қол жеткізгеннен кейін Ташкентті қазақтардан тартып алды. Бұқар хандығы 1680 және 1702 жылдары Хиуа хандығымен үнемі соғыс жағдайында болды. 1740 жылы парсы қолбасшысы Надир Шах Бұқарынды басып алып, Аштрахан әулеті билігі кезінде Бұқар хандығын 150-ге жуық медреселер болды. Емханалар салынды. 17 ғасырда Бұқар хандығы өмір сүрген Жүсіп Қарабиғи, Молла Шағзи сынды ғұламалар өздерінің философиялық трактирасын жазып қалдырды. Саид-и-Нефсия 1637